Мгм. Спасибо. Айгерим Баймахамбетовна, вам Да, слово предоставляется. спасибо. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің есімім Исабаева Айгерім Баймахамбетқызы. Бүгін біз сіздермен ұйым ішіндегі жұмысты қарастыратын боламыз. Көрінді ма слайд? Иә, көрінді. Білім алу педагог жүйесінде бүгін білім беру ұйымдарының жұмыс тәртібін қарастыратын боламыз. Бірінші әкімші, яғни пайдаланушыларға рөлдерді тағайындау, ұйым параметрлерін орындауды қарастыратын боламыз. Содан кейін аттестатталушы, лауазымды толтыру, өтінім жасау, портфолионы толтыру және тексеріске жіберуді қарастырамыз. Және директорлердің ЭЦП қол қоюлар, яғни құжаттарға ол жеке куәлік, диплом, еңбек кітабы, біліктілік арттыру сертификаттары және білім сапасының көрсеткіштеріне қол қоюды қарастырамыз. Сондай-ақ біліктілік бағалау мамандарының жұмысын қарастыратын боламыз. Ең бірінші жүйе әкімшісінің жұмыс тәртібін қарастырайық. Ол 3 қадамнан тұрады. Ең бірінші ол pedat.bilimал.kz сайтына өтіп, өз авторизациялану керек. Содан кадрлар бөлімінде пайдаланушыларға рөлдер тағайындау керек. Содан кейін баптаулар модулінде ұйым туралы деректерді толтырады. Ең бірінші авторизациялану үшін адрестік жолаққа pedat.bilimал.kz адрес сайтын жазып, логинін және паролін енгізіп, кіру батырмасын басады. Жүйе әкімшісі жеке кабинетке кіргенде автоматты түрде кадрлар бөлімі ашылады. Осы бөлімде, яғни әкімші рөлдерді тағайындау керек. Бұл бөлімде барлық пайдаланушылардың тізімі болады. Ол үшін редакциялау батырмасын басып, сол пайдаланушы жайлы мәліметтер көрсетіледі. Осы жерде рөл деген бөлімде, яғни рөлін көрсетеміз, сөйтіп сақтау керек. Әрі қарай егер пайдаланушы осы тізімде жоқ болса, оны қосуға болады. Ол үшін қызметкерді қосу батырмасын басады және пайдаланушыны қосамыз. Яғни егер жұмыскер жаңадан орналасқан болса, оны мектепте кадрлар бөліміне қосып, оны импорттау керек. Яғни жаңадан ешкім тіркелмейді, импорттау арқылы жүзеге асырылады. Егер бар пайдаланушы болса, яғни совместитель дейміз, 2-3 жерде жұмыс жасайтын болса, ол кісі жүйеде бар, сол үшін бар пайдаланушыны бекіту батырмасын басып, ЖСН нөмірін енгізіп, рөлін тағайындап сақтау қажет. Сонымен рөлдерді тағайындау солай жүзеге асырылады. Келесі, ол баптаулар бөлімінде біз ұйымның баптауларын жасауымыз керек. Ол үшін ұйымның атауын орыс тілінде және міндетті түрде қазақ тілінде осы жерде толтыру керек. БСН номерін, білу беру формасын, облыс, аймақ және де іске асырылатын білім беру бағдарламасын осы жерде жүйе әкімшісі тағайындайды және сақтайды. Осымен жүйе әкімшісінің жұмыс тәртібі аяқталды. Енді түйіндейтін болсақ, яғни әкімші сайтқа кіреді, содан кейін кадрлар бөлімінде пайдаланушыларға рөл береді, баптаулар бөлімінде ұйым туралы деректерді толтыру қажет. Келесі біз білім алу педагог жүйесінде мұғалімдердің жұмыс тәртібін қарастырамыз. Яғни бұл жерде де мұғалім өзінің жеке кабинетіне кіру керек, профильде лауазым көрсету, өтініштерді модулінде аттестаттауға өтінім жасау, портфолионы толтыру, құжаттарды тіркеу, өтінішке қол қою немесе скан көшірмесі арқылы тіркеу және тексеруге жіберу. Содан кейін, тексеріске жібергеннен кейін өз өтінішін, ол 6-шы қадамда, яғни міндетті түрде аттестатталушы мәртебелерін, өтініш мәртебесін қарап отыру керек, тексеріп, яғни тексеріп отыру керек. Осы бөлімдерді енді нақты қарастырып өтейік. Ең бірінші жеке кабинетке кіргенде аттестатталушы ең бірінші өзінің профилінде лауазымын көрсету керек. Ол үшін аты жөні жазылып тұрған жерді басатын болсақ, бізде профиль ашылады. Осы профильде аттестатталушы туралы мәліметтер толтырылған болады. Барлық толтырылған мәліметтерді тексереміз. Және осы жерде лауазымды таңдап сақтауымыз қажет. Әрі қарай өтініштер бөліміне өтеміз, сөйтіп жаңа өтінім құрамыз. Ол үшін өтінім құру батырмасын басамыз.
Өтінім құру бізде бірнеше этаптан, 4 этаптан тұрады. Сол этаптар бойынша қазір толтыру қадамдарын қарастырамыз. Ең бірінші өтініш формасы. Яғни өтініш формасында жалпы мәліметтер, ол жылы, өтінім беру күні, өтініштің формасы, яғни осы жерде көрсетілген барлық жолдарды өздеріңізге сәйкестендіріп толтырасыздар. Ол форма осылай көрсетіледі. Және осы форма толтыру барысында білім беру бағдарламасына бойынша портфолио формасын таңдаймыз. Мысалға, бір ұйым делік, ол жерде мектепке дейін оқыту бағдарламасы қарастырылған. Онда міндетті түрде ол жерде таңдаймыз. Мектепке дейінгі деп таңдайтын болсаңыздар, портфолио формасы мектепке дейінгі педагог портфолиосы деп таңдайсыздар. Егер мысалға, ол мысал ретінде қарастырып жатырмыз, интернаттық ұйым, жатақхана болатын болса, тұрғын үй, жатақхана тәрбиешісінің портфолиосын таңдайтын боласыз. Бұл портфолио формалары ашылу үшін оны жаңа жоғарыда айтылғандай әкімші ұйымның баптауларында бұны көрсетеді. Әрі қарай толтыру барысында, егер осы формада лауазым көрсетілмеген болса, яғни сіздер өзіңіздің профильде лауазымды таңдаған жоқсыздар. Өтініш формасында лауазым енгізілмейді. Сол себепте міндетті түрде профильге өтіп, өзіңіздің лауазымыңызды көрсетіп, соны сақтау қажет. Әрі қарай, бұлда білім беру бағдарламасы бойынша, мысалы, арнайы сыныптар, топтар бар болатын болса, арнайы сыныптардың педагогы деп таңдау қажет. Әрі қарай, енді біз құжаттар толтыру, негізгі құжаттар бөліміне өтеміз. Бұл жерде осы көрсетілген құжаттардың бәрін тіркеуіміз керек. Егер сіз қандай да бір құжат тіркеген болсаңыз, ол осылай жасыл болып көрсетіліп тұрады, тіркелген деп. Ал әлі жүктелмеген құжаттар осылай қызыл болып бейнеленеді. Мысалға, мына жерде скан көшірмені қарау батырмасын басып, біз өзіміздің жүктеген скан көшірмені қарауға болады. Оны дұрыс жүктелді ма, анық па, соны тексеру мүмкіндігі бар. Дәл солай барлық құжаттарды толтырып шығу керек. Мысалға, тестілеу нәтижелері, қазіргі санаты деген. Бұл толтыру үшін бұл бөлімдерді мына жерде қосу батырмасын басып қосамыз. Толтырылмаған бөлімдер бізде қызыл болып бейнеленіп тұрады. Мысалға, тестілеу нәтижелерін жүктеу мысалын қарастырайық. Ол үшін қосу тетікшесін басамыз. Сол кезде осындай бізде модалды терезе ашылады. Бұл жерде көрсетілген жолдарды толтыру керек. Мысалға, негізгі қызыл жұлдызшамен белгіленген, ол міндетті түрде толтырылу керек жолдарды бізде жұлдызша ретінде көрсетіледі. Бәрін толтырып, файлды жүктеп сақтауымыз қажет. Жүктелген, яғни толтырылған бөлім бізде осылай көрсетіледі. Бұл жерде жаңа сіздер толтырған бүкіл ақпарат осы жерде көрсетіледі, және скан көшірмені көруге мүмкіндік бар. Скан көшірмені ашып қарауға болады. Дәл солай барлық бөлімдерді қосу батырмасын басу арқылы тақырып, мысалға эссе болатын болса, тақырыбын жазып, жүктеп, сақтап, барлық бөлімдерді толтырып шығамыз. Мысалға, білімі деген кейбір аттестатталушыларда бірнеше диплом болуы мүмкін. Соны біз әр дипломды бөлек қосуымыз керек. Мысалға, бірінші барлық мәліметтерді енгізесіздер, мамандығы, диплом сериясын бәрін толтырып, скан көшірмесін қосасыздар, сақтайсыздар. Содан кейін келесін тағы да дәл осы жерде қосу батырмасын басу арқылы келесі дипломды да бөлек-бөлек жүктеу қажет. Дәл осылай барлық бөлімдер бойынша жұмыс өтілі қосып, мәліметтерді толтырып, сақтап шығасыздар. Содан кейін жалғастыру, барлық блоктарды толтырып болғаннан кейін жалғастыру батырмасын басып, келесі бөлімге көшеміз. Келесі бөлім бізде бағалау критерийлері деп аталады. Бұл жерде де барлығы сіздердің ыңғайлықтарыңыз үшін блок болып бөлек көрсетілген. Бұл жерде критерийлерде, яғни осындай сұрақ белгісі ретінде бізде кеңестер көрсетілген, стандарттарға сәйкес. Осы кеңеске жүгіне отырып, барлық өзіңіздің толтыру қажет жолдарды толтырып шығуға болады.
дәл жоғарғыдағыдай қосуды басу арқылы модалды терезе ашылады. Осы терезеде қажетті ақпараттың бәрін енгізіп сақтайсыздар. Барлық блоктар толтырылып болғаннан кейін жалғастыру батырмасын басамыз. Бізде жаңа бөлім қосылды. Бұл біліктілік санатын мерзімнен бұрын беруге талаптар. Яғни бұрын бәрі бірдей болатын болса, қазір егер мерзімінен бұрын сіздер аттестаттаудан өтетін болсаңыздар, жаңа блок бөлім қолжетімді. Бұл жерде мысалға қарастыратын болсақ, педагог модераторға тапсыратын болсаңыз, бұл жер 3 бөлім беріледі. Сол 3 бөлімнен кем дегенде 2 бөлімді міндетті, 2 талапты міндетті түрде орындау керек. Мына жерде мысалда 2 бөлім толтырылған көрсетіліп тұр, сосын жалғастыру батырмасын басасыз. Егер сіздер кезекті аттестаттаудан өтетін болсаңыздар, бұл бөлімді толтырмайсыздар сіздер. Әрі қарай енді ол бізде қол қою процесі. Бұл жерде қол қоюдың 2 тәсілі бар. Ол өтінішті жүктеп алып, яғни өтініш автоматты түрде өз жүйеде қалыптастырылады, соны жүктеп аласыздар. Содан кейін қол қойып, сканерлеп, қайтадан оны тіркейсіздер. Немесе екінші әдісі ЭЦП-мен қол қоюға болады. Қол қойғаннан кейін өтінішті басып шығару мүмкіндігі бар, сондай-ақ тексеріске жіберу. Қол қойғаннан кейін тексеріске жібереміз. Тексеріске жіберілген өтініш, яғни бізде өтініштер бөлімінде мәртебесі директордың қол қоюында деп өзгереді. Егер директор сіздің өтінішті қарастырғаннан кейін, яғни ол құжаттарды тексереді, қандай да бір қателіктер анықталған жағдайда директор кері қайтарады. Сол себептен сіздер өтініш жібергеннен кейін міндетті түрде мәртебесін қадағалап отыруыңыз керек. Директорден қайтарылған өтінішті біз ашып, тексеріп, қай бөлімде сізде не себептен қайтарылған, қате болған блок қызыл болып жанып тұрады. Сол блокты біз ашып көреміз, скан көшірмені, бассақ бізде осылай жаңағы бізде мына жерде скан көшірмені қараймыз. Жұмыс өтілі бойынша кері қайтарылған, не себептен кері қайтарған, яғни директордың аты жөні және себебі, кері қайтару себебі, яғни скан көшірмесі көрінбей тұр, ауыстыру керек деп пікір қалдырылған. Осы пікірге сәйкес сіздер жаңадан скан жасап, қайтадан жүктеп, оны қайта жіберуге болады. Яғни директор оны тексеріп болғаннан кейін, яғни қабылданса тексерісте, яғни бұл тексерісте деген біліктілік бағалау маманына тексеріске кетті деген білдіреді мәртебе. Әрі қарай, егер біліктілік бағалау мамандарынан кері қайтаруға жіберсе, ол түзетуге жіберілді деп бізде мәртебе өзгереді. Бұл жерде де сіз іс-әрекеттер бөлімінде өтінімді ашып, не себепті кері қайтарылғанын көре аласыздар. Яғни өзіңіздің портфолионы тексересіздер. Мына жерде сіздер көре аласыздар, кім қандай пікір қалдырды, яғни біліктілік бағалау маманы жыл қате толтырылған, түзету керек деп мысалға қалдырады. Сіздер сол бөлімде редакциялау батырмасын басып, ашып қарап, түзетулерді енгізесіздер. Сөйтіп, қате толтырылған жаңа, яғни сіздерге пікір қалдырылған бөлімдердің бәрін тексеріп, түзетулерді енгізіп, қайта жіберуге мүмкіндік бар. Егер өтінім тексеріліп болғаннан кейін мемлекеттік қызметте тексеруде деген мәртебе болады. Мемлекеттік қызметтен қандай да бір қателіктер табылатын болса, тексеріс барысында мемлекеттік қызмет қабылдамады деген мәртебе болады. Бұл жерде сіздер бас тарту туралы қолхатты қарай аласыздар және жүктеп ала аласыздар.
сөйтіп портфолионы қайтадан ашып, барлық бөлімдер бойынша тексересіздер. Мысалы, жоғары бөлім бойынша қандай да бір қате болатын болса, оны біз өтініш формасында түзетеміз. Мысалы, өтініш беру күні дұрыс емес. Яғни сіздер бұндай қателерді өтініш формасында түзейсіздер. Яғни өтініш формасына өткенде, осы жерде өтініш беру күнін өзгертіп, жалғастырып, әрі қарай тексеруге болады. Тексеріп, сіз жаңа түзетулер енгізесіздер, сөйтіп қайтадан тексеріске жібересіздер. Егер сіздің өтінішіңіз тексерілгеннен кейін мемлекеттік қызметпен қабылданды деген мәртебе болатын болса, бұл жерде қабылданған туралы қолхат, құжаттарды қабылдау туралы қолхатты қарай аласыздар. Және оны жүктей аласыздар. Комиссияға жіберілді деген қабылданғаны комиссияға жіберілді деген мәртебе болады. Сонда егер сіздер аттестаттаудан өткен болсаңыздар, сізде сәйкес келді деп мәртебе өзгереді. Егер сәйкес келген жағдайда, яғни сіздің құжат портфолиоңыздың бәрі тексерістен өтіп, сіз мәлімденген санатқа сәйкес келген жағдайда бұйрыққа сәйкес бұйрық шығарылады, сол бұйрыққа сәйкес сізге куәлік беріледі. Ол куәлікті сіздер профильге өтіп қарауыңызға болады. Ол үшін профильді аты жөніңізді басқанда, профильде сізде куәліктің скан көшірмесін қарау мүмкіндігі бар. Егер сіздерде бұл куәлік профильде жоқ болса, ол директордың әлі қол қойған жоқ деген, қойылмаған деген сөз. Сол себептен директор қол қойғаннан кейін ол куәлікке, ол міндетті түрде сізде профильде көрсетілетін болады. Және сол скан көшірмесін басу арқылы сіз оны қарап шығуға болады. Осымен мұғалімнің жұмысы аяқталды. Енді түйіндеп өтетін болсақ, бірінші қадам, яғни сіздер жеке кабинетке кіресіздер, профильде лауазым толтыру керек, аттестатталушы, өтініштер модулінде өтінім жасау, портфолионы толтыру және құжаттарды тіркеу, өтінішті ЭЦП қолмен қол қою немесе скан көшірмесін тіркейді, және өзіңіздің өтініштің мәртебесін қарап отырасыздар. Әрі қарай енді директордың жұмыс тәртібін қарастырамыз. Директордың жұмыс тәртібі өзінің жеке кабинетіне кіреді, құжаттарды қарау, түзетуге жіберу, қабылданған құжаттарға ЭЦП қол қою. Директор жеке кабинетіне кірген кезде құжаттарға қол қою бөліміне автоматты түрде ашылады. Осы жерде жаңа деген бөлімде келіп түскен өтініштерді директор тексереді. Директор тек қана құжаттарды тексереді, ол ашқанда құжаттар ашылады, осы құжаттарды бәрін тексеріп, дұрыс болған жағдайда қабылдайды. Оны қабылдап қойып, мысалы, қателік табылатын болса, өзгерту батырмасын басу арқылы, яғни мақұлдамауға болады. Ондай жағдайда пікір қалдырылады, не себептен бұл бөлім бойынша мақұлданбады деген, сөйтіп түзетуге жібереді, мақұлданбаған жағдайда. Түзетуге жібергеннен кейін ол қайтарылды бөлімінде түседі. Содан кейін мұғалім ол директордың қайтарған өтінішті ашып қарап, қай бөлімде, яғни қандай құжатты ауыстыру керек көріп, соны қайтадан жүктеп, түзетіп директорге жібереді. Ол өтініш қайтадан бізде директорге жаңа бөліміне түседі, директор оны тексеріп, құжаттардың бәрін тексеріп, қабылдайды, скан көшірмелерін бәрін тексереміз, сосын келесі бөлімге, яғни бұл жерде біз көре аламыз, бір құжат, бір файл ғана жүктелген, ол тексерілгенін осы жерде тексерілді деп бейнеленіп тұрады мәртебесі. Сосын осы тетікшені басу арқылы келесі құжаттарды тексеруге болады. Дәл осылай барлық құжаттарды директор әр сканды тексеріп, мақұлдап шығу керек. Бір жерде бірнеше скан құжаттар тіркелуі мүмкін, сол себептен әр құжатты ашып қарау керек. Және
ашып қарап, тексеріп, қабылдап шығу керек. Қабылдап тексеріп болғаннан кейін келесі бөлімге өтіп барлық құжаттарды тексеріп шығады осылай. Саламатсыз, кешіріңіз, бір нәрсе айта кетейінші, Батталова мектебінен шығып тұрып, экранды біреу сызып тастады ма, әлде сіз сызып тастадыңыз ба? Біз ана скриншот жасап отырған ғой сіздің каждый неңізге. Экран сызылып тұр, дым көрінбей. Мен сызған жоқпын, соны кім сызып отқанын мен түсінбей отырмын. Жоқ, бұл жерде былай ғой, бұл международный сет қой. Бұл өзі солай болады арасында. Арасында болмайды, ол пипетка тұр ғой, пипеткамен ручкамен істеп отырсыздар ғой, біреу істеп қояды сөйтіп. Шатас мұғалімдер. Ешкім істемейді оны біз. Иә, мен де соны көріп отырмын, слайд. Ондай болатын болса ше, тағы бір сұрақ. Мынау слайдты бізге жібере аласыздар ма, общий жаңағы педагогтың группасына? Иә, міндетті түрде жібере аламыз. А то скриндап жатқан. Педагогқа емес, именно осы жерге тастадыңыздар чатқа. Можно. Саламатсыздар ма, осы видео ютубта шыға ма? Кешіріңіз, бұл видеоның бәрі ютубта ссылкасында тұр ғой, да? Иә, шығады. Болды. Қайырлы күн әріптестер, барлық инструкция педагог сайтының өзінде бар. Білім қоры деген жерде барлығы бар. Ютубта видеоны көруге бола ма? Құрметті әріптестер, барлық сұрақтарыңызды оқыту сабағын аяғында қойсаңыздар, иә? Қазір сабағымызды тоқтатпай, ары қарай үзбей өткізейік, иә? Рұқсат болса. Қазір мен демонстрацияны, әріптестер, бір минут тоқтай тұрыңыздар, мына демонстрациямен қайта қосып көрейін, иә, сызылғандарды кетіру үшін. Бір минут тоса тұрыңыздар. Саламатсыздар ма? Дауыстарыңыз естілмейді. Иә, дауысты әдейі өшірді, пока экрандағы дүниені алмастырып қайтадан қосқанша. Қазір айтады одан кейін. Міне, енді болды. Жақсы, онда ары қарай жалғастырайық. Ал барлықтарымыз микрофонды өшірейік, рұқсат болса. Сөйтіп сабағымызды жалғастырайық. Директор барлық құжаттарды тексеріп болғаннан кейін қол қояды, иә? Мына жерде біз қол қою батырмасының қолжетімсіз екенін көріп тұрмыз. Яғни бұл жерде жүктелген 13 құжат бар. Мына жерде көрсетіліп тұр. 12-сі қабылданды және біреусі әлі тексерілмеген деп көрсетіліп тұр. Сол себептен біз қайтадан портфолиоға өтіп, құжаттардың бәрін тексеріп шығамыз. Мына жерде біз көре аламыз, біліктілік арттыру курстарынан өткен туралы құжаттарда 6 құжат тіркелген, оның 5-еуі тексерілген және 1-еуі тексерілмей қалған. Соны міндетті түрде қабылдап, батырманы басып, содан кейін қол қою, яғни мына жерде бізде 13 құжат қабылданды, яғни қабылданбаған, тексерілмей қалған бізде құжат жоқ екенін көре аламыз. Сонда бізде қол қою батырмасы қолжетімді болады. Директор қол қойғаннан кейін қол қою барысында деген бөлімге өтеді. Енді түйіндеп өтетін болсақ, директордың жұмыс тәртібі өзінің директор жеке кабинетіне кіреді, құжаттарды қарайды, түзетуге жібереді, қабылданған құжаттарға ЭЦП-мен қол қояды.
Келесі білім алу педагог жүйесінде біліктілік бағалау өткізу тәртібі. Біліктілік бағалау маманы өзінің жеке кабинетіне кіріп, мемлекеттік, яғни келіп түскен құжаттар, өтінімдерді тексереді, қайта қарауға жібереді, қабылданған портфолионы мемлекеттік қызметке жібереді. Осы жұмыс тәртібін қарастырып өтейік. Яғни біліктілік маманы өз жеке кабинетіне кіргенде автоматты түрде өтініштер бөлімі ашылады. Жаңа өтініштер бөлімінде келіп түскен өтініштер тізімін көре алады. Осы жерде біз іс-әрекеттер бөліміне, яғни біліктілік бағалау маманы іс-әрекеттер бөлімінде көзге басып, портфолионы толық тексереді. Яғни портфолио ашылады, жалпы барлық бөлімдер тексеріп шығу керек. Мысалға, скан көшірмені қарау батырмасын басса, бізде скан көшірме көрінеді, және сондай-ақ бұл жерде директордың қол қойғанын көре аламыз. Дәл солай хаттамадан үзінді скан көшірмесін қарап, тексеріп шығу қажет. Дәл осы жерде өтініш, тіркелген өтінішті қарайды, сөйтіп тексеріп, өзінің нәтижесін шығарады. Яғни тексеріп болғаннан кейін қайта оралу батырмасын басып, осы блок бойынша өзінің тексеріс нәтижесін шығарады, яғни мақұлдау немесе қайтару мүмкіндігі бар. Әрі қарай, егер осы блок бойынша біліктілік бағалау маманы мақұлдап қойып, содан кейін ғана бір қате көрген болса, оны да өзгертуге болады, яғни өзгерту батырмасын басады. Бұл жерде модалды терезе ашылады, осы жерде пікір қалдырады, не себептен бұл бөлім бойынша қайтарылып отыр, сөйтіп сақтайды. Қалдырылған пікір бізде төменгі жақта осындай қызыл болып жанып, және пікір қалдырушының аты жөні, және де қалдырылған пікірлік көрсетіліп тұрады. Содан кейін келесі бөлім, яғни негізгі құжаттар бөліміне кіріп, барлық блок бойынша тексеріп шығу керек. Ол үшін скан көшірмені басады, құжат ашылады, құжатты тексеруге болады. Осы батырманы басу арқылы жақындатып қарауға болады. Сөйтіп тексеріп, тексеріс нәтижесін белгілейді. Яғни мақұлданған жағдайда бізде мақұлданған блоктар жасыл болып бейнеленеді, тексерілмеген блоктар бізде сары болып бейнеленеді. Дәл осылай барлық блок бойынша біліктілік бағалау маманы тексеріп шығуы қажет. Барлық блоктарды тексереді, скан көшірмені басса, яғни барлық құжаттар ашылады, соны тексеріп, толтырылған мәліметтермен сәйкестігін қарайды, директордың қол қойылған құжаттары, яғни скан QR кодтар қалыптастырылады. Бұл жерде айтып кететін бір жағдай, егер құжаттарға директор қол қойған болса, олар қайта өзгеруге, өзгертіп, ауыстыруға, алмастыруға болмайды. Барлық блоктарды тексеріп болғаннан кейін келесі бөлімге өту батырмасын басып, келесі бөлімге өтеміз. Яғни келесі бөлімізде портфолио бөлімдері, бұл жерде критерийлерге сәйкес толтырылған құжаттар, яғни жоғарыда айтқандай кеңестерді біліктілік бағалау маманына да қолжетімді, осы кеңестерге сәйкес тексеріс жасап, өзінің нәтижесін шығаруға болады. Біліктілік бағалау маманы әр блок бойынша тексеріс жасап, өзінің шешімін көрсету керек. Егер бір блок бойынша мысалға қателіктер табылатын болса, қайтару батырмасын басқан кезде модалды терезе ашады. Осы жерде не себептен бұл блок бойынша қайтарылып жатыр, сол пікірді қалдырады. Ол пікірлер міндетті түрде мұғалімде көрсетіледі болады. Яғни қалдырылған адамның аты жөні, пікірі қалдырылады, және аттестатталушыда ол жеке кабинетінде көрсетіледі. Осы қалдырылған пікірге сәйкес олар түзетулер енгізіп, қайта жіберуге болады. Түзетуге жіберу батырмасын басқанда, бұл өтініш қайтарылды бөлімінде, яғни болады. Содан кейін мұғалімдер сол жасалған замечаниеде пікірлер қалдырылды ғой, қандай себеппен қайтарылған, сол пікірлерге сәйкес түзетулерін енгізіп, түзетіп, қайта жіберуге болады. Қайта келген өтініштер, ол жаңа өтініштер қатарына түседі. Дәл жаңағыдай іс-әрекеттер бөлімінде өтінішті ашып, тексереді.
яғни алдын қалдырылған блоктар бойынша пікірлер сақталынатын болады. Яғни алдын не себептен қайтарылды және түзетулер сол пікірге сәйкес тексеріп, өзінің жұмысын жалғастыруға болады. Қайтарылған, например, тексеріліп, қайтып түзетіліп жіберілген блоктар бойынша тарих болады. Бұл тарихта біз оны көре аламыз. Барлық блоктарды тексеріп болғаннан кейін келесі бөлімге өту. Яғни біліктілік бағалау маманы бір блок бойынша тексеріс жасалмай қалған болса, ол келесі бөлімге өтпейді. Сол себептен барлық блок бойынша тексеріс жасалу шарт. Барлық блоктар бойынша тексеріліп болғаннан кейін қабылдау және мемлекеттік қызметке жіберу батырмасын басады. Содан кейін бұл өтініш мемлекеттік қызметте бөліміне барып түседі. Сосын Бұл бөлімді кім орындайды дедіңіз жаңа басында? Біліктілік бағалау маманы. Ол мектептің ішінде тағайындалынатын кісі. Бұл бүгінгі қарастырып отқан сабақтың бәрі мектеп ішінде ұйым ішінде жасалынатын, мысалы, жұмыстар. Біліктілік, кешірім сұрайын, сәлеметсіз ба? Біліктілік маманы деген хатшы ма сонда? Оны кімді тағайындайды, сол, мектеп ішінде тағайындалынады. Хатшы болуы мүмкін, Сұрақтарды соңында қойсақ бола ма? Кішкене ғана қалды, қазір уже аяқтаймыз. Сосын, яғни портфолион ашып қараған кезде, бұл жерде қолдану тарихы, яғни жаңағы өтінішті қашан тексеріліске, қашан құрылды, директор қашан қол қойды, қол қою барысы тексеру, яғни қайта қайтарылған бүкіл өтініштің тарихын осы жерде көруге болады. Сосын жаңа қайтарылған бөлімде барлық пікірлер осылай сақталынады. Барлық пікірлер сақталынады. Тексеріп, және мемлекеттік қызметпен мемлекеттік қызметке жіберіледі. Яғни жерде бізде скрин кішкене жоғары көтеріліп кетті. Тексеріс нәтижесінде біліктілік бағалау маманы портфолио бәрі дұрыс толтырылған болса, қабылдап және мемлекеттік қызметке жібереді. Бұл мемлекеттік қызметте деген бөлімде шығады. Осымен бізде біліктілік бағалау маманының жұмысы аяқталды, яғни ол өзінің кабинетіне кіріп, келген өтініштерді тексеріп, қате табылған жағдайда қайтарып, және қабылданған портфолионы мемлекеттік қызметке жібереді. Енді бүкіл бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, біз әкімші жұмысын қарастырдық, яғни пайдаланушылар. Микрофонды өшіресіздер ме? Бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, біз әкімшінің жұмысын, яғни пайдаланушыларға рөлдерді қалай тағайындады, ұйым параметрлерін қалай көрсеткенін қарастырдық, аттестатталушылардың лауазымды толтыру, өтінім жасау, портфолионы толтыру және тексеріске жіберуді көрсеттік. Директордың ЭЦП қол қоюын және құжаттарды қалай тексеретінін қарастырдық. Сондай-ақ біліктілік бағалау маманының жұмысын қарастырдық және де мемлекеттік қызметке жіберуін қарастырдық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді сұрақтарыңызға көшсек болады. Саламатсыз ба? Әрбір аттестаттан өтуші мұғалім өзінің портфолиосын толтырады ғой. Паролімен, логинімен. Соның артынан барып, жаңағы аттестаттаға жауапты адам оны дұрыстығын қарайды. Содан жіберіп отырады. Дұрыс, бірінші мұғалім өзінің портфолиосын толтырады. Сосын он директор құжаттарды ғана тексереді. Портфолионы түгелдей тексермейді, құжаттарды тексереді, бәрі дұрыс болған жағдайда қол қойып жібереді. Содан кейін біліктілік маманы бүкіл портфолионы блок бойынша тексереді. Қандай да бір қателер анықталған жағдайда оны сіздерге қайта жібереді. Сіздер оны толтырып, сосын
толтырып қайтадан жібересіз. Сіздің қайта толтырып жіберген портфолиоңызды және өтінішіңізді қайтадан біліктілік маманы тексеріп, оны ары қарай мемлекеттік қызметке жібереді. Егер мемлекеттік қызметтен қайтып келген жағдайда, яғни жаңа біз қарастырдық, мемлекеттік қызметтен сіздің өтінішіңіз қайтып келсе, сіз қайтадан оны түзетулер енгізе аласыз. Сөйтіп оны қайтадан жібергенде оны біліктілік маманы бірінші тексереді, сосын қайтадан мемлекеттік қызметке жібереді. Сәлеметсіз бе, сұрақ қоюға бола ма? Бірінші тест па, әлде портфолио? Бірінші тесттен өтесіз. Тесттен өтесіз, өйткені ол тесттен өткен сіздің тестілеу нәтижесін белгілейтін блок бар. Сол жерге сіз міндетті түрде оны бекітуіңіз керек. Айгерім, жақсы Рахмет. Сіздің дауысыңыз нашар естілді, қайта қойыңызшы сұрағыңызды. Логин парольді қайдан аламыз? Логин парольді Білім алдым, логин паролі. Сол ма? Иә, мұғалім болсаңыз, мектептегі білім алу логин пароль. Кезек бола ма? Арнайы пәндер өте ме? Қайтадан қойыңызшы. Арнайы пәндер оқытушысы. Өткен жолы министр айтты ғой, бірақ та бұйрығын көрмедім мен. Тест өтпейді, арнайы пәндер деп. Ол сұрақ бізге емес, біз жүйе бойынша. Арнайы пәндерін ашып айтсаңыз. Саламатсыз ба? Жаңағы слайдты сіз чатқа саласыз ба? Бізге қажет еді. Портфолио жүктеген кезде біз қарап отыратын. Телеграм чаттарға салынады. Жақсы ба? Саламатсыз ба? Келесі сұрақ. Модераторға видео сабақ точно керек па? 10 минуттық да? Ол бұйрық бойынша керек. Менде келесі сұрақ болып тұр мынандай. Мен биыл бірінші рет қайтып неге админді ауыстыру керек болып тұр. Ол үшін не істеуіміз керек? Бұрынғы администратор басқа администраторға рөл тағайындауға болады. Жаңа жоғарыда біз көрсеттік қой, барлық ең бірінші администратор жұмысын қарастырғанда рөл тағайындауды көрдік. Мысалға, ол кісі кетіп бара жатса, өзінің жеке кабинетінен басқа администраторды тағайындап кетуге болады. Яғни редакциялау батырмасын басады, сол жерде рөл деген жерден администратор рөлін береді. Жаңағы модераторға жауап беріңізші, 2 сабақ па, әлде 1 сабақ па модераторға? Бұйрықта көрсетілген, бұйрықпен танысып оқысаңыз болады. Жаңа бізде жүйеге кірсеңіздер, сол жерде ссылка сілтемесі бар. Сол сілтемеден өтіп, бұйрықпен таныссаңыз болады. Тағы да бір сұрағым бар. Сканерланған құжаттарды тұратыңызшы. Сканерланған құжаттардың бетіне көшірме дұрыс деген директордың қолы керек қой міндетті түрде, иә? ЭЦП-мен қол қойылады. Сіздер құжаттарды жүктейсіз, сосын директор тексеріс барысында жаңа қарастырдық қой, тексереді. Егер скан копия жақсы, анық көрсетілген болса, еш қатесіз болса, ЭЦП-мен қол қояды. Сәлеметсіз бе? Мен тамыз айында өтініш берілген, өтінім құрып білген, бірақ біздің мектептен өтінім мемлекеттік қызметке өтілмей қалыпты. Енді мен ол құжаттардың барлығына директор ЭЦП-мен қол қойып мақұлданды. Ал енді мен осы қараша айында қайтадан беруім керек қой. Қайтадан құрам ба, әлде соны? Қайтадан құрасыз. Сол үшін сіз өтініш бергеннен кейін ол өтінішті ұмытып кетпейміз, әріптестер. Міндетті түрде мәртебесін қарап отырыңыздар. Жаңа көрсетілді ғой, яғни директордың қол қоюында, тексерісте, ары қарай мемлекеттік қызметте деп әрі көрсетіліп отырады. Егер сізге қайтып келсе, сіз қайтадан оған түзетулер енгізіп, қайта жіберуіңізге мүмкіндік бар. Пока комиссияға жеткенше
сіздер қандай да бір блок бойынша қате болса, сіздер оны түзетіп, қайтып жіберуіңізге болады. Сол себептен егер сізде мектепте жаңағыдай өтпей қалмау үшін, міндетті түрде өзіңіздің статусыңызды қараңыз. Егер ол тексерілмей жатса, жаңа не себепті тексерілмей жатыр, ол мектептен шықпаған ғой. Сол себептен сол жауапкершілік міндеттелген адамды сұраңыз, не себептен ол ары қарай өткен жоқ. Қосымша білім беру бойынша тест тапсыра ма? Құжаттар қалай болады? Қосымша білім беру мекемелері, иә. Пән жоқ, сабақ бермейді, сондықтан қалай жүргізіледі? Бірақ ол кісілерге де жаңағындай санат алуға болады дейді, өтінім. Оларды санат алуға болады, тоже бұйрықта бәрі қарастырылған, кіріп, тексеріп көрсін. Әріптестер, кешіріңіздер. Мына жерде кешірім сұраймын. Сұрақ бүгінгі болып жатқан, мынау жүктеліп жатқан аттестатқа документ құжаттарды жүктеу туралы ғана қойсаңыздаршы. Бұл сол саланың маманы емес шығар. Тек қана бүгінгі тақырыптан алып қылмаңыздаршы, өтініш. Мақаланы қай жерге қашан тапсырам, қалай тапсырам деген сұрақтың қажеті жоқ деп ойлаймын мен. Иә, біз жүйе бойынша мақаламды жүктей алмадым. Қай жерге жүктеу керек оны? Тағы да айтыңызшы, мақаланы қай жерге жүктейді? Алдында мен сертификаттардың барлығын жүктеп қойған болатынмын. Енді мақаланы жүктейін десем, оны тап қай неге жүктейтін? Ондай жоқ қой мақала деген. Иә, сонда мақаламыз көрсете алмаймыз ба Педатта? Ондай раздел жоқ қой. Жібересіздер ме? Құрметті әріптестер, мысалы біз мақалаларымызды жаздық, оны қалай көрсетеміз, мысалы модераторға өткен кезде, мысалы. Құрметті әріптестер, модераторға тапсырып жатсақ, Динара, мақаланың өзінің сертификаты бар емес пе? Сол сертификатты жүктейсіз ғой, мақаланы өзін жүктемейсіз ғой. Мақалаға беріледі ғой, сертификат, соларды жүктейсіз. Публикацияны айтып отырсыз ғой. Телеграм ссылкасын жібересіздер ме? Телеграм ссылкасын. Әріптестер, мақаланы сіздің обобщение педопыта деген болады ғой, сол жерге жібереді, толтырасыздар мақаланы. Ал жетістіктеріңізді достижение учителя деген жерге толтырасыздар. Обобщение қалай? Обобщение педопыта деген тұр ғой. Сол жерге сіздер өздеріңіздің тек қана мақалаларыңызды, бүкіл статьяларыңызды, конференцияларыңызды, выступленияларыңыздың барлығын обобщение педопытаға толтырасыздар. Достижение учащихся деген болады, ол жерге тек қана балалардың достиженияларын толтырасыздар. Достижение учителя деген болады, ол жерге тек өздеріңіздің достиженияларыңыз. Жаңа орын алғандарыңыз бар ғой, әрбір конкурстарға қатысып, соны қоясыздар. Көп жағдайда осы жерде әріптестер шатасып жатыр. Сосын бір сұрақ қойып жіберейінші, Баталова мектебінен. Мысалға біз жаңағы осы мектепте жұмыс істеген 3 жылымыздікі ма, әлде жалпы жұмыс істеген өзі 3 жыл өтіліміздікі ма? Жалпы өтіліміз кіре береді. Мысалы, биыл бір мектепте істеп, келесі жыл басқа мектепте кетіп қалсаңыз, ол мектептегі жетістіктеріңізді сала бересіз. Жақсы, рахмет. Менде мынандай сұрақ бар еді. Кезек сөйлесеңіздер, өйткені бәріміз әріптестер, мына жерде кезек-кезек 447 кісі қатысып отыр. Кезек-кезек сөйлейік, түсінбей қаламыз қазір. 448 адам қатысып отыр. Педатта жеке куәліктің көшірмесінен кейін хаттама үлгісінің көшірмесін салу керек дейді. Ол қандай хаттаманың көшірмесі, соны түсінбедім мен. Мектептегі жаңа педагогикалық кеңестің хаттамасы ғой. Ол қай кездегі? Алған ненің категорияның хаттамасы 561 бұйрықтың 29 қосымшасында тұр. Жақсылап танысып алып, аттестацияға дайындықпен келу керек мұғалім. Сіздердің мектептеріңізде арнайы
құрметті әріптестер, сіздердің мектептеріңізде арнайы осы аттестациямен айналысатын адам бар, иә, ол оқу завучы болуы мүмкін. Сол кісі мысалы сіздерді алдын ала осы ақпараттармен толық танып шығу керек болады. Сосын кейін мысалы осы кеңестің шешімі бойынша қандай мұғалімдер аттестациядан өтуге жіберіледі, сол жайында сіздер педагогикалық кеңестің шешімі, жаңа сіздердің сұрап жатқан хаттамаларыңыз бар ғой, сол педагогикалық кеңестің шешімі болу керек. Осындай пән мұғалімдері аттестациялауға жіберілсін деген, сол хаттаманы саласыздар. Рахмет. Әйгерім, сізге сұрақ қоюға болады ма? Бүгінгі күні мен педагогқа кіре алмай отырмын, не себепте? Қоса алмай отырмын. Қандай қиындықтар болып тұр, телеграм-чатқа мамандар жауап береді. Сұрақ қоймайтын кісілер өтініш, микрофондарыңызды өшіріңіздер. Балалардың дауысы шығып жатыр, сіздер бөгет жасап жатсыздар. 30 жылдан астам стажы бар педагогтар аттестация тапсырмайды, осы жерде толтыра береді ме педагогта? Ол сұрақты білім бөлімінен сұрасаңыз, біз жүйе бойынша техникалық сұрақтар қойсаңыздар. Сұрақ қойса бола ма? Модератор алу үшін. Қайырлы күн, Айгерім ханым сұрақ қойға ма деді. Жаңа біз мені кеш қатыстық та 90-шы слайдқа келіп бірақ қатыстым. Басында не айтылған біз естімедік. Енді айтайын деген бірінші тест бола ма, сонымен не болатын болды? Тест болады. Бірінші Айгерім ханым, бірінші тест бола ма? Тестке қатысамыз. Бірінші тест болады, әлі бұйрық өзгерген жоқ қой, тест болады, сосын барып портфолио тапсырасыздар. Портфолио неше күні тапсыру тесттен кейін? Уақыттар әлі белгіленген жоқ. Қалай нақты уақыттар белгіленеді, біз міндетті түрде айтамыз. Басқармасынан уақыттар бойынша хабарласып отырмыз. Сосын сұрайын деген, неше жылға жетістіктер оқушыларға мұғалімдік неше жылға керек? Неше жылға жетістіктер керек? 3 жылға, 5 жылға ма? 5 жылға деді ғой, 5 жыл. 5 жылға, иә? 5 жылға, нақты ғой, иә? Нақты 5 жылға. Рахмет. Сұрақ қоюға бола ма? Тест өтіп келгеннен кейін тесттен өтіп келгендер қазір уже жүктей беруге бола ма? Педагогқа жазда өткен. Иә, жүктей берсеңіздер болады, бірақ әлі ешқайда жібермейсіздер. Портфолиоларыңызды толтырып, барлығын жүктеп, дайындай берсеңіздер болады. Кешіріңіз, өтінішке өтіп келгеннен кейін бірақ өтініш беру кезеңі тесттен өтіп келгеннен кейін уақыт аралығы бола ма? Определенный айтасыздар ғой уақытын, иә? Уақыты әлі белгісіз, содан кейін айтылады. Жақсы. Менің сұрағым осындай, магистратураның дипломы алынса, модератор автоматически беріле ма? Тест тапсырмау. Ондайдан шыққан жоқ әлі. Магистратураның дипломымен тест модератор категориясы беріледі деп естідім. Солай ма? Оны білім бөлімдерінен әріптестер, жүйеге байланысты ғана сұрақ қойыңыздар. Әріптестер өтініш, жүйеге байланысты ғана сұрақ қойыңыздар. Қалай жүктейтініңізді біз қиналып жатырмыз, сіздер қайдағы сұрақтар қойып жатсыздар өтініш? Иә, бұл білім бөліміне қатысты. Жүйеге қатысты ғана сұрақтарды қозғап жатырмыз ғой. 561 бұйрықтан жақсылап оқып алсаңыздар, бәрі жазылған ғой сонда. Жоқ, 560 бұйрық, әріптестер, 560 бұйрықта кейбір түсініксіз жерлер бар, сосын сұрап отырмыз ғой. Өзгеріс болып тұрғаннан кейін сұрап отырмыз. Әріптестер, біз жүйе бойынша береміз. Біз осы педагог жүйесінің мамандарымыз. Біз ол не жағынан сіздерге білім бөлімінен сұрағандарыңыз жөн, егер бұйрықта қандай да бір түсініксіз сұрақтар болса. Міне. Қосылмай отырсаңыз, қателігіңізді системада қалдырсаңыз болады, немесе чатқа жазыңызшы, міндетті түрде сізге жауап береді. Системаға жаздым, пока жауап бермей жатыр. Қосылмай отырмын педагогқа. Мен тіркелген. Кіре алмай отырмыз. Сіз ғана емес. Кешіріңіздер, егер де қандай да бір қиындықтар болса, сіздермен телефон арқылы хабарласуға мүмкіндік бола ма?
мына былай түсі бір группа WhatsApp ашу керек еді, группа ашу керек негізі. Телеграм чат бар, әріптестер, телеграм чатқа бәріне жауап береді. Біреуін жібереді, бәріне жауап беріп отырады. Саламатсыздар ма әріптестер? Телеграмда қандай айтып жүрсеңіздер жақсы болар еді. Сұрақ қойсам бола ма? Шулап кеттік қой. Иә. Чатта Мысалы мен оқу курсының меңгерушісімін. Қазір қойсаңызшы. Әріптестер, Мысалы мен оқу курсының меңгерушісімін. Әріптестер, бір минут, барлықтарымыздың микрофондарымызды өшіреміз, өйткені барлықтарыңыз жан-жақтан сөйлегенде ешкімді түсініп атқан жоқпыз. Кезек-кезек сұрақ қояйықшы, жарай ма? Қол көтерсеңіздер, біз қосатын боламыз. Можно я вопрос задам? Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым, біздің бір сұрағымыз бар. 10 минуттық видеоролик сабағын жүктеген кезде былтырғы жылы бір педагогымызда қиындық болған. Яғни біз жүктегенмен, бірақ госуслуга тексерген кезде ол кісілерге шықпады. Сол жайында қалай жүктеуіміз керек, сол жайлы кішкене мағлұмат беріп өтсеңіздер. Видеоролик жүктеу бізге қиындық туғызады. Ақбота Бөбекжайы, сіздер видео жүктеген кезде видеоның өзін жүктемейсіздер, белгілі бір жерге видеоны YouTube-қа мысалы или бір платформаға жүктейсіздер, соны сілтемесін ғана жүктейсіздер. Сілтеме арқылы көру барысында ешқандай қателіктер туындаған жоқ. Включи кого-нибудь. Біз солай жаңағы YouTube каналына жүктеу арқылы соның сілтемесін салдық. Сол бойынша да салған күннің өзінде де біздікі госуслугада қаралған кезде тек басқа картинкалармен шықты дейді ол кісілер. Сол үшін ол кісілер біздің педагогты өткізбеді. Соған енді не істесек болады, өйткені ол педагогымыз осы ноябрьде ашылатын портфолиосын қайтадан тапсыру керек болып отыр. Ал осы мекеме ұйым ішінде тексеріс болған кезде сол сілтемені тексерді ме? Біз бүгін қарастырып атқан тақырып бойынша, ұйымның ішінде біліктілік маманы ашқан кезде ол тексерілді ме? Тек біздің салғанымыз госуслугада, яғни тексеретін неде ол кісілерде ашылмады, мүлдем көрінбейді дейді. Видео түрінде емес, ол кісілерде басқаша картинка ретінде көрінді дейді. Тіпті ашылмайды деді ол кісілер. Сондықтан біздің педагогты өткізбеген. Қалай қайтадан жүктеуімізге болады? Енді ол кісілердің өздерінен сұрасақ, бізге айтишник мамандарын жалдаңыздар. Енді балабақшада айтишник жоқ, кешірерсіздер. Бізде барлық педагог. Смотреть. Саламатсыз ба? Сұрақ қойсам бола ма? Нұр ауданы. Мысалы, оқушының меңгерушісі ретінде менде қазір бедапта белгіленген лауазым. Ал қазір енді уақытша міндетін атқарушы директор болғандықтан, именно исполняющий как директора, я просмотреть не могу передать.
сіз қайтадан қойып жіберіңізші сұрағыңызды. Сіз қазір ИО директоры ма? Иә, негізі оқу ісінің меңгерушісі, лауазымы міндеті педатта солай жүктелінген. Мен қазір өзі логин парольмен кіргенде оқу ісінің меңгерушісі. Сонда қазір директордың құзырлық несі менде жоқ. Осы сұрағыңызды чатқа жазасыз ба? Иә, сізге міндетті түрде әріптестер жауап беретін болады. Жақсы. Менде бір сұрақ бар еді, қоюға бола ма? Иә, тыңдап тұрмын. Қалдарыңыз қалай? Мен мынау грамота жөнінде білейін деп едім. Оқушылардың грамоталарын егер де мұғалімдердің қолдарында тек черно-белый болса, оны жүктеуге бола ма? Черно-белый ретінде? Иә, егер оқылатын болса болды, черно-белый ма, анық грамоталар болса болғаны. Сосын тағы бір сұрағым бар еді, үлгерімі төмен оқушылармен осы басында жүктеу керек деді. Ол қазір керек пе, керек жоқ па план? Әрине керек, ол міндетті түрде. Міндетті түрде болу керек. Ал приказ бойынша енді мұғалімдер ондай құжат дайындамау керектен жүр ғой. Бұйрық жоқ қой пока бізде ондай. Неге министрдің керек емес деді ғой. Пока білмеймін, бізге Әріптестер, ол аттестация бойынша айтылып жатқан жоқ қой ол. Жоқ, тізімде ондай жоқ қой. Приказ ғой. Сұрақ қоюға бола ма? Сұрақ қоюға бола ма? Мынау қағаз құжаттардың бәрі директор растау керек па, көшірмені түгел? Бүкілін растай ма? Сертификат, дипломдар бәрі? Иә. Тек қана өз құжаттарыңызды растайсыз. Электрон. Сертификаттар қай жылдан жарамды? Сертификаттар 5 жыл ғой кейінгі. Кейінгі 5 жыл. Барлығы да кейінгі 5 жыл, иә. Барлығы да кейінгі 5 жыл, түсінікті. Растайсыз, өзіңіздің құжатты, удостоверение, диплом, өтілген курстар, трудовая книга. Ал қалғанда дипломдар керек емес па? Диплом, нелер? Керек, барлық құжаттар тізімі, сол құжаттар тізімін қосасыздар. Сосын директор оны СП қолмен қол қояды, бәрі дұрыс жүктелген жағдайда. Бірінші бумажный печать соғып қол қояды, негізі. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, мен тоже Саида, менеджер, осы білім ал педат жүйе бойынша менеджер боламын. Вот кішкене орысша жауап берсем. Получается, вот вы все вопросы сейчас задаете, которые уже провели, вот по которым уже провели обучение. То есть, если вот директор қол қояма, қоймайма, да, вот это вот тоже, только что же было обучение, где было сказано, да, что этот директор заверяет СЦП электронно эти документы. И тут же вы вопрос задаете, нужно ли заверять их бумажно. Ну, я считаю, что либо вы невнимательно слушали обучение, либо я не знаю, как было проведено это обучение, для кого, для чего, когда вопросы у вас элементарные, те же возникают, на которые были даны уже ответы. Если кто... Қазақ тілінде жауап беріңіздерші. Сұрақ қоюға бола ма? Кішкене түсіністікпен қараңыздаршы, кейбіреу кеш кіріп жатыр ғой. Кім кеш кірді? Сабақта отыр, әркім әр жерде жүр ғой, поэтому сұрайды олар.
Біз кеш кірдік, сосын сұрап отырмыз. Иә, кім енді кеш кірген әріптестерге осы сілтеме оқыту сілтемесі жіберілген болады чаттарға, телеграм чаттарға. Осы оқыту жазылып жатыр, сондықтан енді жаңадан көре аласыз сосын. Қайдан көреміз оны? Телеграмнан. Сілтемесі жіберіледі, сол жерден көре аласыз. Мен сұрақ қойға бола ма? Көшеде отырған чатқа жіберілді ссылкасын, соны сол жерден ашып көре аласыз, жаңағы бүгінгі өтілгендердің барлығы. Негізі телеграм несі бар? Телеграмда педат деген өзінің жаңағы не бар, чат бар ғой, әріптестер. Кешіріңіздер, сұрақ қойға бола ма? Сұрақ қоюға бола ма? Қоя беріңіз, тыңдап отырмыз. Сұрақ. Неде бар ғой, мысалы, мынау мектеп дошкольный образование бар ғой, балабақшада бір тәрбиешім осы педатқа кіре алмай отыр, логин паролімен. Кіреді, әрі аудан қаланы таңдаңыз деген әрі қарай жүрмей қалады. Осы неден екен? Кіре алмай қалған кісінің осы сұрағыңызды чатқа жасаңыз, садик қоя, сіздікі балабақша ғой. Балабақшаның телеграм чаты бар, сол жерге жасаңыз, міндетті түрде жауап береді. Сол кісінің логинін жазасыздар, әріптестер тексеріп сіздерге жауап беретін болады. Жақсы, рахмет. Кешіріңіз, сұрақ қойма. Осы телеграм чаттың ссылкасын жібересіздер ме? Телеграм қай мектеп па? Қандай ұйым? Балабақша. Жіберіледі қазір. Телеграм чатты жібердім мен уже чатқа. Рахмет. Сұрақ қойсам болады ма? Иә, қойыңыз. Біз былтыр ашылғанбыз қосымша білім беру орталығы. Бізге педатқа қалай тіркелсек болады? Педат, сіздер былтыр әлі келісім шарт жоқ, е? Келісім шарт. Районында бар, біз запрос бердік. Запрос бердік. Района отырған. Ондай жағдайда жауабын күтіңіздер, запрос жіберсеңіздер. Логин парольдарын қалай сіздер өздеріңіз білесіздер ма? Қосымша білім беру орындарына біздерге береді. Қойылғаннан кейін. Май қатты. Кімнің баласын өшірсеңіз микрофондарыңызды. Әйгерім, саламатсызба, министр. Мен жаңа бір әріптесім сұрақ қойып еді, ютубқа жаңа сабақ жүктелді, бірақ ол госуслугаға көрінбеді дейді. Былтыр менде де сондай жағдай болды. Негізі ютубқа жаңағы сабақ жүктеген кезде ютубтан арнайы канал ашқаннан кейін міндетті түрде ютубтың настройкасын жасау керек. Себебі мен біріншіде ол настройкасын жасамадым да, ол видео тек өзіме ғана көрінді де, басқа неге көрінбеді. Сол себепті ютубтың өзіне настройка жасап, общий доступный қылып, барлығына көрінетіндей қылып жасағаннан кейін ғана барып, ол видео барлығына көрінеді. Соны әріптесіме айтқым келіп еді жаңағы. Сол, рахмет. Менде бір сұрақ бар, саламатсыздар. Саламатсызба. Менде кеш кірдім, кешіресіздер, өйткені бізде интернет желісі жаман ұстайды. Кеш кірдім сіздердің жаңағы зумға, міне осы неге. Менде бір сұрақ болып тұр, бізде білім алу бойынша біз мысалы толтырамыз ғой, әр мұғалім, пән мұғалімдері өзінің данныйларын толтырады, иә? Сол педатта көрініп тұра ма, әлде педатқа қайттан көрсету керек па бұны? Сіздер өзіңіздің жаңа өтініш құру батырмасын басасыздар, барлығын толтырасыздар. Сосын директорге жібересіздер. Директор сіздің құжаттарыңызды тексеріп, бәрі дұрыс болған жағдайда біліктілік бағалау маманына жібереді. Егер сіз оны тексеріске жібермесеңіз, ол сіздің ғана жеке кабинетіңізде тұра береді. Сол бізге педатқа кіру қиын болып тұр. Кіреміз, ары қарай жылжымайды. Бізде сол кішкене интернет желісінен ба, әлде біз дұрыстап кірмей жатырмыз ба, соны қалай нетуге болады? Сіз бүгін сабаққа басынан қатыспасаңыз, қазір
сабақ жазылды, соның сілтемесін чаттарға жіберетін боламыз, басынан бастап көрсеңіз чаттарға болады. және Нұра облыс ауданынанбыз ғой біз. Нұра методтың несіне жіберсеңіздер, Ол жақта біз жоқпыз, өкінішке орай. Чатта сіз мектепсіздер ме, әлде балабақшасыздар Енді ма? біз ана телеграм, мектеп. Мектеп болса, қазір осы жерде чатқа тыңданышы, чатқа біз сілтеме жібереміз, телеграм жібердік, соған міндетті түрде қосылыңыз, сол чатта біз осы сабақтың сілтемесін жібереміз. Қазір чатқа біз жібердік, сол телеграм чатқа қосылыңыз. Слайд, да? Слайд та жіберіледі сол жерге, және сабақты біз записті де жазып жатырмыз. Қалай кіруге болатын бәрін көрсетіп тұр да? Иә, сабақта ол басынан соңына дейін көрсетілді, соны мұқият қарасаңыз болады. Жарайды, рахмет. Сұрақ қойыңызшы. Аттестация тапсырғаннан кейін, неше күннен кейін жаңағы нетеді бұл? Документтерді неше күннен кейін қабылдайды? 10 күн, да? Жақсы, рахмет. Қай уақытта басталатын уақыты белгісіз. Біз білім басқармасынан басталатын уақытын әлі күтудеміз. Сәлеметсіз, Әйгерім. Балабақшалар логин парольді қайдан алады? Логин парольді бізбен хабарлассаңыздар, чатқа жазсаңыздар болады, сіздерге біздің өзіміз береміз. Жақсы, рахмет. Бағалау маманы деген әкімші ма? Оны мектеп ұйымы өзі тағайындайды. Сіздерге жаңа айтты ғой, аттестация бойынша бір жауапты кісі болады. Кім болады? Мысалы үшін кім болады? Кім болады оны? Кім маман, кім жақсы біледі? Жақсы білмейтін адам болса не істейміз? Білмейтін болса, значит, білетін кісі алу керек, немесе... Проблема, үлкен мәселе ғой, проблема. Мысалы, хатшы үлкен мәселе бұл, хатшы бұл істей алмайды. Жоқ, онда бұйрықпен танысу керек қой, ол мектеп ішінде шешілетін нәрсе, біз педагог жүйесі оған ешқандай қатысымыз жоқ қой. Әріптестер, сіздер де оны түсініңіздер. Біз сіздердің қалай жүктейсіздер, қалай жібересіздер, сол процесті көрсетті. Сіздердің берген өтініштеріңіз қандай этаптардан өтеді, соны қарастырдық. Ал ол кім тексереді, оны тағайындайтын біз емес, әріптестер. Оны мектеп ішінде әкімшіліктер тағайындайды. Бағалау маманы колледждарда бар ма, ондай? Бағалау маманы бүкіл ұйымдарда, яғни тек мектеп қана емес, балабақша болсын, колледж болсын, қосымша білім беру мекемелері болсын, сол ұйым ішінде біліктілікті бағалау маманын тағайындайды. Бірінші сіздер жаңағы аттестатталушылар өздеріңіздің портфолиоларыңызды жасайсыздар, сосын директор құжаттарға қол қояды, сосын біліктілік маманы оны тексереді. Тексерістен өткеннен кейін ғана ол комиссияға жіберіледі, мемлекеттік қызметке жіберіледі. Егер ол біліктілік маман оны тексермесе, ешқайда жібермесе, сіздің өтініштеріңіз бармайды, мемлекеттік қызметке де өтпейді. Сол себептен біліктілік бағалау маманы міндетті түрде мекеме ішінде болу керек. Және сол біліктілік маман сол портфолионың дұрыс толтырылғанын тексеру керек. Қате болған жерлерінде, жаңағыда мен көрсеткендей, мақұлдамай пікір жазып, қандай қате болды, соны жазып, сіздерге қайта жіберу керек. Сол пікірге сәйкес сіздер түзетулер енгізіп, ол өтінішті қайта жібере аласыздар. Пока сіздің өтінішіңіз комиссияға кеткенше. Сұрақ қойса бола ма екен? Авторизация ең басында тіркелген кезде өзіміз тіркелеміз ба? Өзіңіз қандай мекеме? Мектеп. Мектепте болса, өздеріңіз тіркелмейсіздер, білім алу мектептің логин паролімен кіресіздер. Жақсы. Кешіріңіз, тағы да бір сұрақ. Мен жаңағы үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс бойынша, мысалы, былтырғы жылы менде 1-ші сынып болды. Енді биылғы жылы үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жасап жатқанымен, оның даму динамикасы қазір 1-ші тоқсан ғана көрініс таппайды. Сондықтан мен биылғы жылғы үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс салуым керек па? Ал мен алдындағы өтінім қойғанда, бұл сұрақ уже сіздерге қатысты емес па? Әдістемелік сұрақ қой, әріптестер. Әдістемелік сұрақтарға мен сізге жауап бере алмаймын, өкінішке орай. Жақсы, рахмет.
Әйгерім, сізге бір нем бар. Мен мысалы 2 рет педатқа жүктедім ғой өтінішімді. Өтінішім, госуслуга менің өтінішімдерімді қайтарды, 2 өтінішімді. Енді мен Алла қаласа ноябрьде қайтадан өтініш берем. Ол өтініштер тұра бере ме, әлде оны жою бере ме? Тұра берсе болады, сіз жаңасын бірақ құрастырасыз, осы жаңадан аттестаттауға өтінім беру үшін жаңа портфолио құрастырып жібересіз. Рахмет. Айгерім ханым, сұрақ қояйын ба сізге? Қойыңыз. Менің уақыты сертификат 2023-те маусымда бітеді. Мен қазір берсем досрочно емес қой, иә? Мен уақытын беріп жатырмын ғой. Қалай қашан бітеді? 2023-те маусым айында мен сертификатым бітеді. Мен 2018-де өткен маусым айында. Зерттеушіге. Дұрыс қой, енді дұрыс қой. Мен уақытын досрочно. Жоқ, айтты ғой, 1 жыл болғана досрочно емес қой. 1 жылға ғана досрочно болмайды. Досрочноға жатпайды ғой онда бұл. Жатпайды досрочно. Сіз 23-ші жылдың 1-ші этапында өтесіз. Егер де нетсеңіз, сіздікі 22-ші жылдың 2-ші этабы ол досрочно. Мен досрочно ма, досрочно емес сол мен. 5-6 ай қалды ғой. Досрочно емес сіздікі. Досрочно емес менікі, я соны біліп алайын дегенмін. Қазір тест тапсырып, мысалы, сол жазғы уақытында жана нені тапсырса ше, педатты нетсе ол бола ма? Тест нәтижесі 1 жылға дейін жарамды. Жақсы, рахмет. Тест өткеннен кейін 1 жыл ішінде тапсырыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Сіздікі 23-ші жылы аяқталады дейсіз бе, көктемде? Жоқ, маусымда. Маусымда аяқталса, енді осы бастан тапсыра беру керек қой, өйткені сіз маусымға жеткенше қанша дайындаласыз, ол екі ортада категорияңыз түсіп қалады. Уақыты болып. Сондықтан досрочно емес меніңше. Менікі досрочно емес сонда, иә? Кешірім өтінемін, сұрақ қояйыншы. Құрметті әріптестер, мына жерде 23-ші жылдың, мысалы сіз 18-ші жылы өтсеңіз, 23-ші жылдың маусымында сізге приказ шықты ғой, 23-ші жылдың 1 сентябріне дейін сіздің жаңағы категорияңыз жарамды ғой. Бұл 10 бітіп қалады деген ондай жоқ қой. Жоқ па ондай? Педатты тыңдап отырмын. Құрметті әріптестер, қойыңыздар. Әдістемелік сұрақтар бойынша өздері жауап береді. Арнайы сабақ болады. Қазір тек қана жүйе бойынша қойсаңыздар, уақытымыз шектеулі аз қалды, иә. Жүйе бойынша қойыңыз. Мен бір сұрағым бар еді, кеш қосылғаннан сізден сұрайын дегенмін. Тест қай уақытта басталады, тапсырымыз? Тест қашан басталатын бізге емес, жүйе бойынша. Тесті уже білім бөліміне. Жүйе бойынша сұрақ қойын деймін, кешірім өтінемін. Жүйе бойынша қойыңызшы. Жаңа ЕЦП ключ дедіңіз ғой. Сол біздің ЕЦП ключімізбен кіре ме, әлде өзі директор өзінің ЕЦП ключімен. Мен бір сұрақ қойсам бола ма? Директор өз ЕЦП ключімен подписывает. Саламатсыз ба, мен бір сұрақ қойсам бола ма? Өнер мектебі, мысалы, қосымша білім беру ұйымы, әр мұғалім, мысалы, жаңағы педатқа кіргенде өздері жеке логин пароль бола ма? Қалай болады сол? Жеке логин пароль болады. Әр пайдаланушыда, әр аттестаттаушыда өзінің жеке логин паролі болады. Кешіріңіздер, жерде жаңа айтып отыр ғой, ЭЦП директордың ЭЦП-сімен ключпен кіреді деп. Сонда мына жерде физический лиц па, әлде ол кісі юридический немен кіре ма? Екі не бар ғой, мысалы біздің. Бәрібір юридическиймен де, физическиймен де қол қойса болады. Физический лицмен де без разницы, да, қайсымен кіреді? Кешіріңіздер. Жарайды, рахмет. Сұрақ қойын деп едім, мен былтыр квал-тест тапсырып тастап едім. Ол кезде не бойынша эссе болмап еді. Енді мен өзім уақытым келіп тұрған уақытты осы биыл аттестациядан өтуім керек. Енді менде эссе тапсырылған жоқ. Оны ол жерді қалай істеуге болады? Эссе тапсырам ба мен? Жоқ. Квал-тестті тапсырған кезде былтыр ноябрьде онда толтырмайсыз. Негізі бар ғой. Кешіріңіздерші, сәлеметсіздер ме? Әлі уақыты мерзімі бекітілмеді ма? Жоқ, әлі уақыты бекітілген жоқ қой.
Мен сол туралы сұрайын деп едім, міне Иә. біз заявканы бүгіннен бастап енгізе береміз ба, сонда Заявканы формировать етіп толтыра берсеңіз болады, бірақ ешқайда Сонда жібермейсіздер. Жеке разница кабинетте жоқ па, сонда қай күннен бастап создавать ететіні? Ол күнді ауыстыра саласыз ғой, міне нақты күндер белгіленген кезде сіз беру күнін ауыстырсаңыз болады. Қалған мәліметтердің бәрін толтыра беріңіздер. Жақсы, рахмет. Тағы бір сұрақ кешіріңіз. Иә. Эссе бойынша жаңа қойын деген мен биыл эссе жазылды ғой, соны қай жерден алып жаңағы өзімнің өтінішім ішінен алып жүктеп аламын ба? Справка. Почтадан жүктейсіз ғой? Түсінбедім. Почтадан жүктеп аласыз ғой? Почтадан. Почтадан жүктеп аламын? Иә. Ол почтаға Мен сұрақ қояйыншы, жаңа сіз айттыңыз ғой, басқа документтерді жүктей беруге болады деп. Біз жүктеуді бастағанбыз, бірақ тура анау сертификат, тесттің сертификатын сұрайды да, содан ары қарай ешқайда бармайды. Сол жерге келгенде тұрып қаламыз, потому что қолымызда сертификаттың ешқандай да несі жоқ, әлі біз тапсырған жоқ, мұғалім ол мұғалім. Осы қараша айында сертификат тапсырады. Соны бізге несі сұрап, тест тапсырады, соның сертификатын сөйлеп жатыр, Индира Омаржан, кішкене сыйластық танытайықшы, мен жауап беруге мүмкіндік Әріптестер, микрофондарыңызды сөндіріп тастаңыздар, сіздердің дауыстарыңыз естілмейді. Отыр дедім, келесі Да. Егер сізде жаңағы тест нәтижесі ғана әлі жоқ болса, сіз әзірше басқа бір файл жүктей тұрыңыз да, келесі бөлімге өтіп, басқа құжаттарды жүктей беріңіз. Сосын осы құжатыңыз дайын болған кезде, оны өшіріп тастайсыз да, қажетті құжатты тіркейсіз басқа бөлімге өту үшін. Жақсы ма? Рахмет, көп-көп. Кешіріңіз, сұрақ қоюға бола ма? Иә, тыңдап тұрмыз. Менде бар ғой, жаңа администратор ауыстырды, неді, педаттан. Ол кісі мені назначить етті. Енді сіз бекітіп бере аласыз ба? Мені бекітіп беру керекпін. Администратор қып мені. Сізді енді администраторға, бұрынғы администратор тағайындады ғой, болды ғой. Болды ма, ары қарай ештеме? Иә, болды, ол кісі кіріп, рөліңізді ауыстырды, енді сіз администраторсыз болды. Рахмет. Менің ойымша, кешіріңіздер, менің ойымша осы педат туралы жаңағы мектептің бекітілген бір тұлғаларын жинап алып, 1-2 күндік бір семинар ма бірден өткізу керек сияқты ғой. Мынада мен ойлаймын, міне 289 адам қатысып отыр, осының бар ғой, бір 20-сы ғана түсініп отырған шығар осыны, әрі кетсе. Жаңағы бекітілген хатшыны әкеліп, осыны оқытып, сосын ол барысында бүкіл мектептегі... Енді тағайындасаңыздар, біліктілік бағалау мамандарын тағайындалсын, солар бұйрықтармен танысын, сұрақтарына жаңа ОМЦ жауап береді ғой, әдістемелік сұрақ. Сол жерге қатысып жауаптарыңызды алсаңыздар болады. Біз қазір жүйе бойынша барлық сұрақтарды талқылауға сіздерге көмектесеміз. Жүктеу туралы және де сол қалай тексеріс жүреді. Ал әдістемелік сұрақтардан уже ОМЦ-дан тағы да болады. Жоқ, мәселе әдістемелік емес, осы жүктеуді, қалай кіруді, бірінші қалай... Осы сабақты қарасын, қазір слайдтарды жібереміз, барлығын танысын, сіздер біліктілік бағалау мамандары тағайындалса, сол кісілер танысын. Қайдан танысады ол, егер мен... Енді біз не істейміз? Әріптестер, әр мектептің өзінде информационный завучтары бар емес па? Соған жаңағы ссылкаларыңызды жібермейсіздер ме информационный завучтарыңызға? Сол кісілер информационный завуч деген, олар программист, өздері информатикадан жұмыс істеп отырғандықтан, олар тез түсінеді. Сосын кейін сіз соның жанында отырасыз, ол кісілер сіздерге көмек көрсетеді ол жерде. Ол кісілер көмек көрсетпеуге ешқандай құқығы жоқ. Сондықтан сіздерге көмек көрсеткен жаңа информатика мұғалімдері болсын, информационный кешіріңіздер, мен сұрақ қояйыншы, сіздер жиналысты жүргіздер. Әріптестер, бұл жерде қала мен ауыл шатыстыруға болмайды. Қалада информационный завуч бар, ауыл жері жоқ ондай завуч бізде. Дұрыс айтасыз, ауыл жерде жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, балабақшаларда мүлде. Айгерім ханым, Қарқаралыда
аудандық білім бөлімінде әдістемелік кабинет бар. Әдістемелік кабинетке осыны нетсе, бізді жинаса, өтетін адамдарды жаңағы немен біліктілік жаңағы маманмен, маманды біз әлі хатшыны қалай ол бізде неміз жүктейді, ол білмейді әлі хатшы мысалы үшін. Сол үлкен мәселе бұл. Сондықтан мұны аудандық білім бөліміне әдістемелік кабинетке тапсырса, дайындап нетсе. Ол кісілер өздері білсе, содан кейін сол жердегі айналысатын кісі қалай түсіндіру керек екенін. Білу керек, білмесе қалай жүктейді ертең ол. Негізі көп мектептерде мындай хатшылар өз жұмыстарын білмей жатып, мұғалімдер нетіп жатыр, страдать етіп жатыр, өте алмай. Негізі сол жағында қамтамасыз етіп. Ана сайтты берсеңіздер бар ғой, өзіміз мұғалім жай қарапайым мұғалімнің өзі болады оны. Білім алға баға қойып жүрген, ашып жүрген өздерінің блогына бар емес пе? Жоқ, ол түсінікті ғой оны. Сонда білім ал жоқ па ауылда? Білім ал бар ауылда. Біз басқа нәрсені айтып отырмыз. Білім ал бар, білім ал жоқ емес. Сол білім алдың парольмен логинмен кіреді ғой педатқа. Сол Жана Қарқаралыдан сіз сұрақ қойдыңыз ғой, сіздің сұрағыңызды біз қарастырайық жақсы ма, сосын нәтижесін айтамыз. Дәл осы мәселеңізді чатқа жүйеге қалдырыңыз. Міндетті түрде қарастырамыз, сосын жауабын беретін боламыз, жақсы ма? Маманға байланысты ма? Біліктілік маман? Иә, маман, біліктілік мамандар туралы сіздер. Жақсы, бұл үлкен мәселе, бұл осыны қояйық, жазайық. Жақсы, түсіндім, естідім сізді. Жақсы. Әйгерім ханым, сәлематсыз. Мендегі кешіріңіз, мен сұрақ қойып алайыншы. Мен сұрақ қойып алайыншы. Әйгерім ханым, мен жаңа алдыңғы администратор шығып кетті дедім ғой. Енді ол кісі мені белгілемей қалыпты. Енді бізде администратор жоқ болып, қайтадан қосыла алмай отырмыз. Жақсы, чатқа жазыңыз, міндетті түрде сізге көмектесеміз, жақсы ма? Аха, жақсы, рахмет. Рахмет. Сұрақ қойсақ бола ма? Болады. Саламатсыз ба? Мен мектеп оқыған кезімде, менде білім алда оқушы ретінде логин парольмен арқылы кіретінмін. Енді қазір маған администратор болып кіру керек. Сосын маған ссылка келеді да, жаңа парольді восстановить, чтобы пароль. Сол ссылка арқылы паролімді өзгерте алмаймын. Уже үшінші ссылка келіп жатыр, құпия сөз өзгермейді. Иә, чатқа жазыңыз, сізге де міндетті түрде. Чатта бүкіл Телеграм чатқа ма? Иә, телеграм чатқа жазыңыз, міндетті түрде жауап береді сізге, жақсы ма? Все, рахмет. Сәлеметсіз тағы да. Эссе, сосын МКТ әлі өткем жоқпын, бірақ бірінші этапты түгел құжаттарды нетіп қойдым, тіркеп қойдым. Басқа нелерді, құжаттарды тіркеу үшін мен жаңағы эссе мен нені қалай нетем, келесі этапқа өте алмай отырмын. Соны көріп Басқа алайын деп. құжатты, әлі ол құжаттар сізде дайын болмаса, уақытша басқа кез келген файл жүктей тұрыңыз, сөйтіп басқа бөлімге өтіп, басқа бар құжаттарыңызды тіркей беріңіз. Сосын дайын болған кезде жаңа жүктеген файлдарды өшіресіз де, қажетті құжатты жүктеп ауыстыра саласыз, болды. Тамаша, рахмет сізге көп. Сізге де рахмет. Айгерім ханым, педатқа сол өз мектептегі логин парольмен кіреміз ғой, сонымен басында болмамен бағана. Аға солай кіріп, құжаттар кіргізе береміз, иә? Жүктей бересіздер, иә. Жүктей береміз, жақсы, рахмет. Иә, басын өтіп кетсеңіз, жаңағы чатқа жібереміз инструкцияны, сонымен танысып жүктей беріңіздер. Жақсы, басында болмағанбыз. Аха, жақсы. Рахмет. Мен де сол басында бола алмадым да, ести алмай қалдым. Кешіріңіз, жаңағы мысалы құжаттарды жүктейміз ғой, сол жерде обязательно мұғалім директордың печатын басып, қолын қойдыртып барып жүктейміз бе, әлде сол жерде электронды түрде? Электрон түрде ғана, иә? Сіздер просто жүктейсіздер, анық, жақсы көрінетін болсын, директор электрондық түрде қол қояды. Скайн вариантты жүктейміз, иә? Рахмет. Кешіріңіз, тағы да бір мынандай ұсыныс айтқым келіп тұр, жаңа біз ана видео сабақтың сілтемесін мен мысалы жасадым, бірақ мен өзім өтінішімде ол ашылып оқылып тұр. Енді қайтадан мен жаңа алып тексерсем, жаңағындай бір әріптесім айтты ғой, сол сияқты ол көрініс таппай тұр. Соның сіздер бізге видео инструкциясын жіберсеңіздер.
Жоқ, оны өздерін ютубта барлығына көрсететін деп, оның біздің неге қатысы жоқ қой. Өздеріңіз қараңыздар, показать всем деп, доступ ашыңыздар, сөйтіп жіберіңіздер. Сәлеметсіз, менде тағы сұрақ бар еді. Жаңа педатта оқушылардың жетістігін жүктеу деген бар. Соған кеше мен балалардың сертификаттарын салып ем, жүктелмеді, сақталмады. Оны қалай істесе болады? Қандай қате шықты, соны телеграм чатқа жазыңыз, қарастырады, скриндарын жіберіңіз, жақсы ма? Жарайды, рахмет. Әйгерім, кешіріңіз, тағы менде бір сұрақ тура осы жайында. Біздің мектеп бұрын басқа мектеп болды, қазір екіге бөлінді ғой, сол себепті ана бұрынғы білім алға жүктейтін балалардың жетістіктерін жүктей алмайтын фамилиялар шықпағандықтан бұндай жағдайда не істейміз? Тыныш балалар. Бір мектеп болғанымызда қазір екі мектеп екі бөлек бөлініп, лицензия бөлек алынды, сол себепті. Ана білім алымыз бұрынғы ескі мектепке кетіп қалды. Қай мектеп, жаңа сұрақ қойдым. Таршаған жалпы орта білім беретін мектеп Ақтоғай ауданы. Ақтоғай ауданы қандай мектеп? Таршаған жалпы орта білім беретін мектеп. Бізде Саршаған мектеп интернаты болған бұрын. Қазір қандай болды? Қазір Саршаған жалпы орта білім беретін мектеп. Саршаған орта білім. Оқушылар сонда ескі мектепте қалды ма? Ескі мектеп қараңызшы, анау жақтан уже біз бөлініп алған кезде бұрынғы нелерді көре алмаймыз. 3 жылғының несі ар жаққа мектепке кетіп қалды да, сол жақтан ғана мен жаңа сапаны алып келдім. Бірақ өзімнен шықпай ешқандай не жоқ. Мен жаңа мектеп болып апрельден бастап көрініп тұрмын да, сәуірден бастап сонда. Осындай жағдай болды. 2019-2018-дің жетістіктерін сала алмаймын да. Алдыңғы мектеп бар ғой, қай мектепте сол оқушылар қалды, сол мектептен сұраңыз, жаңа білім сапасын сізге шығарып. Жоқ, білім сапасын алып келдім о жақтан, жарайды. Шығарып едім, алып келдім. Ал енді жаңа жетістіктерді фамилиялар шығады, мысалы 7-ші класста болса, Нариман Отман болса, сол 2019 жылғылар шықпай қалды 20-ға дейін. Фамилия ар жаққа кетіп қалды. Жақсы, сіз неге жазыңызшы, жақсы ма? Жақсы, рахмет. Рахмет сізге. 2018 жыл тест тапсырған мұғалімді подтверждать етуге болмайды, тест тапсырмай, просто портфолио тапсырған ғой. Или тесттен өтіп барып, қайтадан портфолио тапсырған, модераторға беру үшін. Тест тапсырасыз міндетті түрде. Әйгерім, жаңа бір әріптесіміз айтып кетті ғой, мына жерде. Мен мысалға август айында портфолиоға педатқа жүктеген кезде мен барлық жаңа грамоталарымды, документтерімді бәрін ксерокопия жасап, директор көшірме дұрыс деген печать қойып, барып мен сканерлеп жүктедім. Енді қазір тек копияны ғана жүктеймін, копия көшірме дұрыс деген печаттың қажет жоқ па сонда? Жоқ, қажет емес. Просто сканер копиясын сканерлеп жүктейсіз, қолды ЭЦП-мен қояды. Соңында ғана қояды, жақсы рахмет. Жақсы, әріптестер, осымен аяқтайық, иә? Айгерім ханым, бір сұрақ қойыш, ұмытып кетіппін. Мына білім сапа, 3 жылғы білім сапа динамикасын қайдан аламыз? Білім алдын аламыз ба? Или өзіміз істейміз ба? Диаграмма түрінде. 3 жылғы білім динамикасы. Жоқ, білім алдын аламыз ғой, соны енді оны біз... Білім алда көрінбейді ғой, ол білім алда жоқ. Білім алда жоқ қой, сол аламыз да кәдімгі диаграмма жасаймыз, иә? Өсу диаграммасын. Енді 5% ғой біздің зерттеушілердікі. Білім алда сізде анда жыл-жылымен сақталып тұрады ғой, сол әр жылда ашасыз да, самый ең соңғы жаңағы сапаларды алып, 3 жылды салыстырып, сол бойынша жасайсыз динамика. Ол білім алда жоқ, ашып таба алмай жатырмыз, кейінгі 3 жылға мүлдем жоқ.
сақталып тұрады ғой, 20 сақталып тұрады, барлығы сақталып тұр. Соны каждыйын бассаңыз, сіздің әр жылдағы жаңағы СОР, СОЧ, 90-дық бағалар бәрі шығады ғой түгелі. Вот соның астында тұрады, сол сандарды өзіңіз алып, динамика жасайсыз. Жоқ, бізге итоговый баға болса болды емес па? Итоговый баға, сапа шығару үшін. Иә, оның барлығы сақталып тұрады, білім алды. Соны алып, өзіміз диаграммасын істейміз, иә, солай ма? Иә, өзіңіз жасайсыз бәрін. Дұрыс. Кестеге салып диаграмма жасаймыз. Иә, дәл солай. Аха, жақсы, рахмет. Кешіріңіз, бұл білім алдың ішінде Білім алды отчеты деген бар, сол жерде жыл-жылымен тұр. 20, 21, 22 деп түгес. Кеше ғана аштық, жоқ ол жерде. Сақталмап. Оны завуч қарай алады деймін. Завучтың біз күнде ашамыз. Он директор жұмысымызды. Сонда көрініп тұрады. Құрметті әріптестер, біздің уақытымыз аяқталды. Қалған сұрақтарыңызды чатқа қойсаңыздар, бізде уже уақытымыз бітті, иә. Барлық сұрақтарыңызды қандай да бір система бойынша болса, чатқа жазыңыздар, сіздерге міндетті түрде жауап береміз. Чатты жібересіз ба, Айгерім ханым? Қосам болады ма? Чатқа жаза берсек болады ма? Болады, чатқа жазыңыздар сұрақтарыңызды. Рахмет сіздерге, жақсы тамаша болды. Иә. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Көп рахмет сізге. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, әріптестер. Жақсы, сау болыңыздар.